Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын булочки круассан жасайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, былқылдап тұр. Ең алдымен 150-200 граммдай қантымызды салып, оның үстіне бір жұмыртқаны салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен жылы суымызды құйып, тағы да араластырамыз. Жылы сүтімізді құямыз, дрожжымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң електен өткізіп ұнымызды саламыз. Бірден көп салмаймыз, аз-аз бөліктен салып қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз біріккеннен кейін сұйық май құйып, міндетті түрде сұйық май құю керек. Сол кезде қамырымыз жұмсақ, әдемі болып көтеріледі. Үсті басын біріктіріп илеп аламыз. Сұйық майдың ар жеріне жағып, енді кезекте бетін пищевой бумагамен немесе салфамен жауып 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Микроволновкаға қойсаңыздар тез көтеріледі. Міне біздің қамырымыз 30 минутта көтеріліп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай 3 есе көтерілген, өте жұмсақ, былқылдап тұр. Енді қамырымызды ыдысымыздан шығарып аламыз. Аз ғана електен өткізіп ұнымызды сеуіп, қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірнеше майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. YouTube каналымның көрермендері менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер сіздер солай жасасаңыздар, мен шабыттанып, одан да көп видео салатын боламын. Қамырларымызды бөліп, кішкентай бөліктерге бөліп суала жасап алдым. Менде 7 бөлік шықты. Енді қамырымызды алып, осылай оқтаудың көмегімен орташа көлемде дөңгелек қылып жайып шығамыз. Дөңгелек қылып жайып алған қамырымызды бір табаға немесе тарелкаға салып қойып, ортасына бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Бірін үстіне бірін осылай жайылған қамырларымызды қойып, ортасына жаңағы бөлме температурасындағы сары майымызды жайып шығамыз. Барлығын кезек-кезек рет-ретімен осылай видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Міне барлық қамырларымызды жайып алдық. Ендігі кезекте бір салафанға салып, осылай 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Құрметті мен YouTube көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Міне бізде 15 минут өтті, бірақ менің қамырым 15 минуттың ішінде осынша болып тағы да 3 есе көтерілді. Енді жаңағы көтеріліп тұрған қамырымызды қақ ортасынан бөліп, екі бөлікке бөліп аламыз. Бірақ бір-бірінің үстіне қойылған слойларын құртып алмаймыз. Міндетті түрде слой-слой болып тұру керек. Енді ұн сеуіп, осылай қамырымызды жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қамырымыз нәзік болып тұр. Ұнды да көп сеппейміз, қатты болып кетеді. Арасына азырақ себеміз. Жайып алған қамырымызды осылай көрсетілгендей етіп, круассанның формасына келтіретін етіп кесіп аламыз. Өз қалауларыңызша ортасына шекер немесе шоколад, вареный сгущенка қосуға болады. Мен ештеңе қосқан жоқпын. Мейізді де қосып жіберге болады. Барлығы өз қалауларыңызша. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, орап формасына келтіріп аламыз. Осы жерде қамырды жайып біріктірген кезде біз жаңағы жасаған слойларымызды құртып алмасақ, біздің круассандарымыз тура идеальный болып, тура оригинал круассандар кафедегідей болып шығады. Булочкаларымызды жасағаннан кейін бірден пешкаға салмаймыз. 20 минуттай бетін жауып қоямыз. Міне мен 20 минут жауып қойдым. Тағы да көтерілген. Енді көтеріп тұрған қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде пешіміз қызып тұру керек. Қызбай тұрған пешке салмаймыз, булочкаларымыз көтерілмей қалады. Міне біздің круассандарымыз дайын болып шықты. Өте әдемі, жұмсақ болып шыққан. Әне көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, ауызда ериді қамыры. Егер сіздер осындай круассан булочканың қамырын іздеп жүрген болсаңыздар, рецептісін менің видеомды соңына шейін бақылап, жасап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет.